Сәлем балалар, ана тілі 1-ші сынып 12-ші сабақ, тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Мәтін бәрінен де жақсы. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқу. Бір кішкене қыз көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол анасын іздеп бақырып жылапты. Оны көрген адамдар жұбата бастады. Сен жылама, біз сені қазір анаңа алып барамыз. Сенің анаң қандай еді деп сұрапты. Сонда қыз жылап тұрып, сіз білмеуші ме едіңіз? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы депті. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы өмірге келіп, 1889 өмірден өтеді. Қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданында дүниеге келеді. Мәтін не туралы? Мәтін кішкентай қыздың анасына деген сүйіспеншілігі туралы. Мәтінде кішкентай қыздың анасының адасып қалып, оны іздеп жылағаны айтылады. Адамдар оны жұбатуға тырысып, анасын қандай екенін сұрайды. Сонда қыз өзінің анасын өте жақсы, бәрінен де артық деп сипаттайды. Негізгі идеясы баланың анасын деген шексіз махаббаты мен анасының бала өміріндегі ең қымбат, ең жақсы адам екені көрсетілген. Неге қыз бала анасын бәрінен де жақсы деді? Себебі ана баланы дүниеге әкелген, өсірген, қамқорлық жасаған ең жақын адам. Қыз үшін анасы ерекше, сондықтан оны ешкіммен салыстырмай, бәрінен де жақсы деп санайды. Ана бала үшін ең қымбат жан. Кішкентай қыз қайда адасып қалды, ол не істеді, адамда қызды не деп жұбатты, анасы қандай адам екен, қыз оларға қалай жауап береді деген сұрақтарға жауап берейік. Кішкентай қыз көшеде адасып қалды. Екінші, анасын таба алмағандықтан бақырып жылады. Үшінші, сен жылама, қазір анаң апарамыз, сенің анаң қандай адам еді? Төртінші, қыздың анасы жақсы адам екен. Бесінші, менің анам бәрінен де жақсы деп жауап береді қыз. Екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айтады. Күннің шуағы жылы, күннің жарығы мен жылуы адамға жылулық, тіршілік береді деген мағынада. Ал ананың құшағы жылы деген ананың мейірімі, құшағы балаға қамқорлық, махаббат, тыныштық сыйлайды. Ал негізгі идеясы ана мейірімі күннің шуағында жылы, яғни ана бала үшін ең мейірімді, ең жақын жан. Мақалда ана махаббатын табиғатта ең жылы нәрсемен күннің шуағымен салыстырады. Күннің жіңішке сөздер, шуағы жылы, ананың құшағы ол жуан сөздер, себебі жіңішке дауысты дыбыстар бар және жуан дауысты дыбыстар бар. Төменде берілген сұрақтар бойынша өз отбасың туралы әңгімеле. Отбасында қанша адам бар, олар қайда жұмыс істейді, ағаң, әпкең бар ма, оның есімі кім, өзің бос уақытта немен айналасың? Балалар, сендер де өз аналарың туралы әңгімелеңдер. Мысалы, менің анам өте мейірімді, ол менің жақсы бала болып өсімді қалайды. Немесе ана туралы қандай өлең, тақпақ білесіңдер, онда айтуға болады. Ана деген сөзді топтастырайық. Әдемі, қамқоршы, жанашыр, ақылды, мейірімді, шебер, тағы басқалар. Дәптермен жұмыс и дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі. Екінші жаттығу жаңа айтып өттік. Әр қақпаға тиісті әрпі бар допты енгізіп, шыққан сөздерді жаз. Екі қақпаға жиналған сөздердің дауысты дыбыстарын салыстыр. Бірінші қақпада дәптер, кілем, үкі, немесе екі деп те жазуға болады, күй. Олар жіңішке дауысты дыбыстар бар сөздер. Екінші қақпада балық, жаңғақ, аға, доп, дала. Бұл сөздер екінші қақпадағы жуан дауысты дыбыстар бар сөздер екен. Келесі тапсырма. Сурет бойынша өздерін дыбыстық талдау жасайсыңдар балалар. Біріншісінде біз кітап дедік, 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын. Кітап қазақ тілінде аралас буынды сөздердің бірі. Жіңішке болса, а жуан, сондықтан ол буын үндестігіне бағынбай тұр. Кітап деген сөз араб тілінен енген. Сондықтан буын үндестігіне жатпайтын сөздердің біразы осы басқа тілден енген терминдер. Балалар, бүгін біз Ыбырай Алтынсарин бәрінен де жақсы деген мәтінді оқыдық. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар бар сөздерді анықтадық. Сабақ аяқталды.